Қазақ тілі пәні бойынша 1-90-ға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары. Тыңдалым және айтылым. Бірінші, бұл жердегі сұрақтарды мұқият қарап алуымыз қажет және осы сұрақтарды пайдаланып досымыздан оның отбасы туралы сұрауымыз қажет. Осы жерде берген сұрақтарды біздер досымызға қоямыз және оның жауабын аламыз. Сөздер мен сөйлемдерді толық қолдану қажет. Жауап бергенде толық қолдану қажет. Келесі екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Менің досымның аты Қанат. Оның түрлі түсті қарындаштары көп. Қанат сурет салуды жақсы көреді. Оның альбомында неше түрлі суреттер бар. Қанат күннің суретін салды. Оның астына әрқашан күн сөнбесін деп жазып қойды. Сұрақтарға жауап бер. Тапсырмады орындауымыз қажет. Сұрақтарға жауап бер және оны белгіле дейді. Ал кәне, бірінші, Қанат нені жақсы көреді? Оның жауабын мына жерден көрсек болады. Міне, Қанат ол түр қарындаштар көп. Қанат сурет салуды жақсы көреді. Сонда біздер бұл жердегі сурет салып жатырған Қанаттың бейнесіне мына жерде галочка қоямыз. Ол ән айтқанды жақсы көрмейді, сол суретті сурет салу. Ол ненің суретін салды? Ол күннің суретін салды. Суреттің астына қандай жазу жазды? Ол суреттің астына әрқашан күн сөнбесін деп жазды. Келесі оның астында мәтіннің мазмұны бойынша бір сұрақ құрастыр деп жазған. Мәтін бойынша сұрақ құрастыратын болсақ, оның досының аты кім деген сұрақ қоюға болады. Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ол қияр жинауға көмектесті. Қияр дегенде я әрпі қалып қойған. Келесі күні теңізге бардық. Ң әрпі қалып қойған. Гүл бұлт қоюлана түсті. Ю әрпі. Төртінші сөйлем. Балалар тоғайдан жидек терді. Қысқа и және и әріптері қалып қойған бұл жерде.